Аңдар шаһарында көптеген жануарлар тату-тәтті өмір сүретін. Солардың ішінде ең еңбекқор қоян, ал ең ойынқұмар түлкі еді. Екеуі әр түрлі болғанымен, қоян мен түлкі дос болатын. Қоян күн сайын ерте тұрып бақшасындағы сәбіз бен қырыққабатын суарып, қыстың қамын жазда ойлайтын. Ал түлкі болса, достарымен ойнап, күнін қызық қумен өткізіп жүргенді жақсы көрді. Күз жақындап қалада жануарлар қысқа дайындала бастағанда, түлкі өз үйіндегі бос сөрелерді көріп әбігерленді. Азығы жоқ екенін түсініп, ол қоянға баруға шешім қабылдады. Түлкі келіп: «Қоян досым, маған аздап сәбіз берші. Қысқа дайындала алмадым», деді ол. Қоян ойлана қарап: «Неге жазда жинамадың?» деп сұрады. «Уақыттың қалай өткенін байқамай қалдым», деді түлкі ұялып. Қоян оның шынайылығын көріп: «Жарайды, көмектесемін. Бірақ ертеңнен бастап менің бақшама көмектесесің. Еңбектің қадірін түсінген дұрыс», деді. Ертесі түлкі ерте тұрып қоянмен бірге жұмысқа кірісті. Екеуі бірге су құйып, арамшөп жұлып, өнім жинады. Түлкі еңбектің қызығын, нәтижесін және достықтың берік болатынын түсінді. Қыстың суық күндері келгенде, қоян мен түлкі жылы үйде бірге отырып, еңбекпен келген мол азықтан дәм татты. Сол күннен бастап түлкі де еңбекқор болып, аңдар шаһарында тату өмір сүрді. iKids KZ YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыз.